апамыз қызыққан ғой. Құдай қаласа осыдан балам ер жетсе, Өзбектен әперем деген ғой. Сол арманы орындалып, Өзбектен келін алып, тойын жасап азанда тұрса, есік алып сыпырылмаған екен. Бүгінен тойдан кейін шаршап атқан шығар. Ертең сыпырады ғой деп екінші күні қарай тағы сыпырылмаған. Үшінші күні әлбетте шай ішіп отырған деген айтады. Ай, айналайын келін. Мен осы өзбек халқының салт дәстүріне қызығып сені балама келін қылып әпермем. Неге есік алып сыпырмайсың десе, келін айтады. Ойбай, енді өзім де сол есік алып сыпырудан қашып келіп, қазаққа тиген жоқпын ба деп. Сан айтқан айналайын келіндер, мына есік алып сыпыру сіздердің тікелей міндеттеріңіз. Сәлем жасап басымызды иіп тұрайық. Нағашылар, тарма! Бәрекет, тайын отырыңыздар. Әпкелер, саған сыйлық апкелер, дұрыстап шайын бермесең жас баладай өкпелер. Мынау тұрған әпкелер, жанашырың көккелер, Жаматаудың жасауын бар керегін апкелер дейгелер. Айналайын келші досында келіп отырған әпке жезделеріміз, Жұмагүл әпкеміз бастаған Әлима әпке, Анипа, Тота, Оразкүл, Күләш апамыз, Салиха әпкемен қоса Әлима Мықтыбай, және де Орынкүл, Байдулла, Роза Ерғали, Танзира, Өмірзақ, Лариса, Дүйсен, Гүлнар әпке, Тамара, Бакон, Қалдыкүл болса, Бейсенбек жезде, Нәзипа, Жұманазар, Сара, Бақтыбай атты әпке жезделер билеп шығайық. Төркінде тек қана той болсын. Әпкелер, билеп, билеп, билеп! Мына әпкеміздей болса ғой бәрімізға. Рахмет әпке. Ай, рахмет, бәрекелді. Енді қазір келіп отырған, қуанышты бөлісіп отырған Мырза жездеміз, Мықтыбай жезде, Байдулла жезде мен Ерғали жезде, Өмірзақ, Дүйсен, және де Бейсенбек, Жұманазар, Бақтыбай атты жезделер осы шаңырақтың қыздарын алып, баға жетпес байлық бала-шаға сүйіп отырсыздар. Қосқан үлестеріңіз болсын, жезделерге бір шапалақ берейін ағайын. Ортаға тағы бір шақырса. Жезделер. Бейсенбек, Жұманазар, Бақтыбай. Молодец. Мына елдің екі рет тастағаннан бұл кісілер байып кетпейді дегенде қосқан үлестері болсын деп атқанымыз осы шаңырақтың қыздарын алып, байлығымен, базарлығымен қоса алтындай қыздарынан ие отырған күйеу балаларға бір шапалақ ұрып қояйықшы. Бауыр Марика, Сағатбек, Перизат, және де нағашы апа жезделеріміз Әуесхан ортаға келіңіздер. Құттыгүл, Жақсыгүл, Кенжегүл, Жанқұл, Гүлбану, Гаухар, Зәкір, Арай, Бақшан болса ортаға келіңіздер ататалған. Қайынаға алысың, нағашылар. Ой жетіп отырған. Соның бірінші үлкен қызын Ақтауға алып қашып кеткен ғой. Дүние мүлкінің бәрін алып барып тойын тойлап үйіне келсе, екінші қызын Семейге алып қашып кетті. Ол қыздың да дүние мүлкін жинастырып түгелдеп, артынан барып тойын тойлап үйіне келсе, үшінші қызын Павлодарға алып қашып кеткен ғой. Кредит алып, дүниесін түгелдеп, артынан барып тойын тойлап жолда келе жатқанда әйеліне айтады дейді, "Ай, қатарым үйде қанша қыз қалды" десе, "Есің дұрыс па? Әлі екеуі бар ғой" десе, оларды көршілерге бере салшы деп айтады дейді. Көршілер, ауылдастар, соседтер шығады, келіндер сәлем жасап тұрайық. Батыр екен, қорқып кеткен ғой, жүгіріп барса, 6-шы класс оқитын баласы темекі шегіп отыр дейді. Ұстап алып, неге шегесің, айт деймін, айт деп ұрсып атса, айтсам ұрсасың ғой деп айтады дейді. Ай, ұрыспаймын, айтшы десе, "Папа, шеккесің, ішкенсің, шеккің келеді екен" деп айтады дейді. Неденді қайын сіңілер шығады ортаға, айналайын келіндер, кіші сіңбей соларға сәлем жасап тұрайық, қасында қос келін. Бегалы мақсат бастаған қайын сіңілер, Таңсұлу келбет, Дәулет сымбат света, Әділет аруына жанар, Нұргелді, Ерлан, Бақтыбай Бағдәулет, Нұржас, Диана, Назерке, Ұлжан, Нұрлыбек, Асқат, Аяна, Сандуғаш, Мұқағали,
Жанәлі, Төреғали, Ләйла, Ақсана, Нарқал, Бек Сұлтан, Аягөз болса, Аружан, Айгерім, Перизат, Алихан, Набахан, Байсана, Баян, Гүлниса, Ақнұр, Тархан, Нұрхан, Елдос, Аруна, Мани, Ситчан, Есімхан, Атос, Партос, Арабис, Дартанян, түгілде қайдыны қайдысқылер ортақ егіздер. Бейреп шығайық, қайдыны қайдысқылер бастар кете болсын. Жұмысты болса, құрдас келсе үйіңе, ашуланып күйіңге, түртіп қалма бұрдыйып, жан жарынды бүйірге. Көп сөз байын сөзімді, кетірмейін төзімді, күтіп отыр құрдастар, сәлем салар кезімді дейгеле. Айналайын кенде достары, Нұрланның достары, сіздің де достарыңыз бір бас неге танымыш көп құрдастарыңыз, жолдастарыңыз, Әзімбек Күнсұнай бар ма екен? Дархан Қарлығаш, Естай Жансая, Махан Ербол, Нұрсұлтан бар ма? Билеп шығамыз, билеп. Шауып берейік ағайын. Нұрсұлтан бар. Нұрсұлтан бар ма? Нұрсұлтан бар ма? Нешеде Нұрсұлтан деген сөзді айтып өз арбасын деп қоймайсыз. Қазіргі замандана ақсақалдар айып етпеңіздер. Қазіргі кезде сақал мұрттың бәрі жастарда. Аталарымызда сақал мұрт қалмады қазір. Жастарда қазір дұрыс. Атың кім? Маханға бір ерекше шабалы тағы да достығын білесің. Айналаңды таспен емес доспен қала деген қазақтың балаларымыз ғой. Ортаға келіп үлесіңді қосып, құдай қаласа осының менің бергенім сендерге табыстың көзі болсын деп тағы бір жақындап кетсең. Махан, сиықсаң сыпырағыл дейді. Ананы бекер көрсетті ғой маған. Қазақта айтады, алтын шыққан жерді белден қаз деп атады ғой. Енді екі қалтасы тол ақшаны неге алмасқа? Маке, ерекшеліктес билеп. Болды дейді. Мәкең салсын ба? Салсын дейді. Болмаса осы тойханада қалсын дейді. Жан Ақерке болса, билеп шығамыз құрдастар. Ата талған достары, құрдастары. Рахмет. Қайғын кім ашады? Сіз ашасыз ба? Апалар аша ма? Мен ашам ба? Сөйлеп атыстаймыз ба? Бір проблема шешейік. Айнала. Бәріміз бір шабала құрып, енесі шыққан кезде. Жаным, ай, апач. Бетінен сүймеңіз. Бетінен сүйсең бет бақ болады дейді. Маңдайдан сүйсең мейірімді болады деп отыр. Маңдай көзінен сүйіп отыр. Бәрекелді. Апа жақсылап тағы да бір сүйіп қойыңызшы. Енемен келін тату болсын, бәрі мәмілен кетті ағайын. Жаным, апа арқасын қытыр еткізіп қойыңызшы. Қайқа келгенін біліп жүрсің да. Расқой, тағы бір сүйіп қойсаңызшы. Дұрыс, жаным, тәтті келінді болып тұр ғой, бәрекелді. Иманды келін болсын апа. Бәрекелді. Құтты болсын келіндеріңіз. Секілденген Алатау ақша қары өсіп-өнген үлкеннен басталады. Ағайынның ағасы жағасы да ешқандай мұң шалмасын қас-қабағы. Үлкеннің батасын ал деген сөз бар. Баталы осындай беташар тойлардан басталады деп. Көздің ақпен қарасын, байқап білер көңіліңнің шамасын. Ортаға мен шақырамын, баламыздың папасы мен мамасын деп көкеммен жешем ортаға жөнелші. Той иелерін шақырайшы, көке жешем кеңіздерші. Сайын бағын күліп, жүректерді баурайсын жалын қылып. Құттықтаймыз біз сіздің мерекеңмен сәтті күні келіп жатқан сағындырып келдіңіз, құтты болсын көке. Ұзағынан сүйіндірсін. Ал енді қадірменді көпшілік мына оқтай тақтайды маған бер, басындағы ақшаңды алдың ба? Бірдеңке снекерс жеп алмайсың. Жылдардан қимылы шеш мынаны. Ана шешіп бер жылдамырақ. Келін құтты болсын. Жеше, мына жердегі барлық қонақтар танисыздар ма? Что-то шапала құрмайды ғой сіздер шыққан кезде. Танисыз бе? Кіргенмен кіреді, шыққанмен шығады, үлкен бала құсап, ешкімге ғылармен зияны жоқ. Дегенде көке, осы соңғы 5 жылда өзіңіздің миыңызбен істеген бір жұмыс болсын. Ешкімнің ақылын сұрамай, өз миыңызбен барып, қазіргіні ақжауықты орамалды. Ертең бірсігіні келін алам деген, банкке барып, кредитін жауып, қайтып кредит алып, малын сойып, тоқашы пісірген ата-ана болса, сол кісінің иығына жабыңыз, келесі беташар сол шаңырақта болсын деген ниетпен ырымдап апарып берейік. Мынаны кімге саласыз?
Көке өзі біледі десе айтпа, өзі біледі. Өзі біледі ғой. Көкем осынша жасқа дейін яғни айтып қойды десе болды ғой. Бұзылып жатыр ғой айналайын осы. Бар көке. Көкемді жындырлатып болды. Айналайындар деп айқайлап қойшы көке. Маханжан келе қойшы қайсы. Маханжан кәні Маханжан. Ол жаңа сақалына тесіге қырайын деп кетті ғой. Маханжанға қарай беріңіз. Мына жеше. Мына ақ жауық орамалды. Ай, қара, бір шай берді. Келесі бет ашар Махаңның үйінде болсын. Ай, маған берді екен деп осыны орамал тағыз жүрген мүшінде. Үйіңе жауып ал. Ал жеше, мұнан енді ерекшелік өзіңіз жақсы көретін абысындардың ішінен әдемілеп апар, бетін сүйіп беріңізші. Ой, көкеммен жеше мақ көңіл ғой. Ойларында түгі жоқ мінекей. Аузынашша көмекей көрінетін осындай ата-аналарымыз аман болсын деп осы сіздерге бір шапалақ ұрып қошемет жасап берімділікке білдіріп қояйық. Ей тамаша, келесі бет ашар сіздің үйіңізде шаңырағыңызда төбелі той болсын жеңгей. Апарып әдемілік табыстаса, қадірмен дағайын шапалақ ұрсақ. Ай, бәрекелді. Айналайын Келінжан. Бұның аты Оқтай. Осымен қамыр жаят. Осымен қамыр жайып ағайын туысқан бауырлар тойдырып жүре бер. Бұл сізге өмірлік сый. Бұдан тек қана өз келініңе табыстап құтыласың деп келінді кәсекқа тықпын етті апа. Бәрекелді. Дұрыс. Рахмет, ата-анамызға үлкен рахмет. Ал енді қадірменді көпшілік өшерде дүбірлі тойға, шаңырақты қуанышқа бөлеген алтындай ұлымыз, Төрежандай болған баламызда Нұрланды сіздердің аял алақанмен шапалақпен ортаға шақырайық. Нұрланжа келе ғой. Ей, бәрекелді. Құтты болсын. Мені дәлдеп тұрсын ұшыда. Ұялып тұрсын ба? Ұялмай, ұялсаң бала шағын болмайды. Қайық етмей, үш өт тұрсын, ішінде жақындама кеш болған жоқ. Үш өте тұр. Айналайын Келінжан, ошағымның бас иесі деп, жан жарыңа бас иіп сәлем етші. Бәрекелді. Ардақты ағайын, қазіргі заманда өмірдің шындығы ешқандай әйел, ер азамат күйеуіне бас иіп сәлем жасамайды. Ол баяғыда босап болған шығар, қазіргі кезде жоқ. Мына ер азаматтардың ішін күйдіріп тағы бір сәлем жасашы. Күнділі болып кеттің ба? Жанна тұр, ішленге жоқ, ішкенемен үйріп кетесің. Жанна тұрып ал. Айналайын Келінжан, бірде білектен, екіде бетіктен ұстап, білегінен ұстап ал. Бүгіннен бастап Нұрлан сенікі. Ешкімге бермейсің. Білегінен ұстап ал. Бәрекелді, бәрекелді. Аққуғолы мінекей көлбетіне қыздың көркі әрқашан келбетінде. Кеше ғана бесікте жатқан сәби келіп тұр сол бесікті тербетуге. Баламыздың басында бақ бар екен, осындай жар таңдаған жер бетінде деп жастарға бір шапалақ ұрайық. Енді қадірменді көпшілік, мен де мұсылманның баласымын. Қай қуанышқа барсаң да бірдеңке ала барғың кеп тұрады. Барған соң бірдеңкені алып кеткің кеп тұрады. Дегенде ырымда таза көз үйімшіл болмаса да ырымшыл салт дәстүрге баймыз. Сондықтан да осы екі жастың шаңырағынан бақыттың базарында Алланың назарында ғұмырлы болсын деп, үйлерінің баланың бұлдыры, сылдырмақтың сылдыр бесілсін. 5 бала, 5 қызды болсын деп ырымдап табыстайық. Әулет топ шабала бірек шағайын. Ей жәндер, ұрпақтарыңыз көп болсын. Нұрлан, мына жер достарың қайықта тұр? Құрдастарың кәні, межеде ме? Сабаққа кетіп қалдым. Ой, оқымайды мені, ойлайын кезде. Тамаққа кетті ма? Бәрекелді соларға битші. 1 ай үй жақа кемеңдер деп айтасыз. Не қыласын бәлелерді. Күніге кеп миларыңды ашып тұрады. Бәрекелді, 2 жасқа батырдың білеген, нағыз достың тілеген, мәңгі бақи ажырамас шын ғашықтың білеген тілек. Бірін қыран, бірін аппақ тайындай, жүріңдер шұптарың бір жазылмай, отбасына бақыт шаттық тілейміз. Еркелеңдер, көлдің аққу қазындай деп 2 жасты қошемет деп қолбаштан үйге қарай шығарып салайық. Бақыттың базарында, Алланың назарында баянды ғұмыр кешін, жастар бақытты болсын. Келін құтты болсын кішіздер. Ей тамаша. Жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Ой, ақшар толыр қызлай. Қарамайым, қолыңды барадай, әттен сүйген. Жеше бергенші.
Bak көптің бергені шаңыраққа шашы болып шашылып үйлеріңізде той кеттесін. Әрдайым мереке бірлік жақсылықта бас қосатындай осы шаңыраққа келгенде құтты болсын да келеді дейді. Бүкіл дүйім жұрт ағайын туысқанның бәрі аман бол, елімізде тыныштық береке болсын. Мына бүгінгі жастардың бірінші табысы келін құтты болсын ағайын. Ортаға жиі келіңіздер.